барғанда бір демаламай жүр ма, блин, депутат әкім болса не қылады екен деймін да, орыс болатын шығар, хорошо, что сондай адамдар ондай емес деп. У меня здоровье есть, келік никакой не яд, келікті маған Аллах тағала береді, мен оны жұмыс істеймін. Я Елжас. Даже мен Ғалымжанда просто той істегісі келді олар. Биыл сезонда тоймен шығайық деп. Сосын екеуі бізге ерте тойға деген еді. Эфирде позвон шығар жүрді. Альмира мен сөзің ашық, бұнда дешевый пранк істемейтін еді. Мен Альмираны қазір мойындаймын. Менде екі көлік. Біреу кроссовер, біреу акцент. Рахмет. Достар, оказывается, мен әлі чудоға сенеді екенмін. Әлі шынайы екенмін. Мысалы, допустим, бір әйел екі қабат болғысы келіп баласы жоқ та, 5 жылдап, 6 жылдап емделіп бала болмай жүрді да, и оған мысалы қатысушы болады. Мысалы, допустим, да, оған сен екі қабат, сен балаң болады дейді. Аяқтан жаңағы тест береді. Сөйтіп соңында пранк болып шығады да. Мысалы, менікі де сондай ғой. Таужан недавно интервью берді ғой, редакция тоқтат деп айтты деп. Я же почувствовала, что Таужан тарапынан емес, редакция тарапынан еш шыққаннан кейін айтты мен оны. Потому что ол кезде мен сол кезде редакцияға қарсы шығып кеткен болатынмын. Олар маған айтты, Таужанға қарсы шығасың, потому что 2 апта бойы мен оны баламен керек, бұл жерде арман бір, понимаете, арман. Мен қосайыққа, Аллах қосайыққа апарғызбасын, табалдырығына тартқызбасын. Ол кезде маған айттым ғой, эфирдің байып мен вообще білінген жоқ. Мен өзім нормальный деп басымды алып шықтым деп ойладым. Кейін өзім со стороны көргеннен кейін, тем более мен оларға ішкі сырым бәрін айтып қойған болатынмын. Қосайықта ақша төлейді. Мен негізі қарғысым өте жаман. Біреуді қарғысам оңдырмаймын. Сол кезде де маған келіп, Таужанмен таныстыққа тоқтатасың, бірінші көп деді, мен жоқ дедім. Потом Таужанға қарсы шық, ол андай баласы ханымға дейін қарсы шығып жатыр. Таужанға бәрін өшіп тастап жүрген еді ғой. Сол кезде, достар, я голодна, я очень. Бүгін қанша жұмыс істеген білсеңдер, ладно, сіздер үшін не буду кушать. Давайте тогда поговорим. Окей, хорошо. Просто кеше түнде де Алматы жолдан келдім. Алматыдан жаңа танысқан жігітпен келдім. Ол кісі Шымкентте мен жылағанды көріп барған ғой. Сөйтіп самолетпен барған. Машасын қалдырып, и мен үшін. Потом мен машамен келу керек болды, как раз мен машаны айдап келді. Мен ол жерде сенбейтін едім, ол пранк. Просто мен күтіп жүрген бір адам келді деді. Соның балаусы ханым да соны айтқыздандай. Сіздер айтып қойдыңыздар ғой деген кезде мен уже балаусы ханымға сендім. Шынымен деп. Ол жерде қатысушылар да, жүргізушілер де бәрі причастен к этому. Сол кезде маған қарсы шық Таужанға деді. Бастау маған келген айтқан хайп үшін келдім деп. И мен ойымда болды. Да ладно, хайп үшін келсін, бірақ мен ұнатып қалады ғой деген ой болды да, может мен ұнатып қалатын шығар деген сияқты. Таужан маған симпатичный болды сол кезде. Содан мен Таужанды, мен Аллах куә ғой, менің бар ойым Таужан көтеріліп кетсін деді. Мен өзімді ойлаған жоқпын.
өзімді мүлдем ойлаған жоқпын. 2 апта таныстықта мен прям Таужанның қатты көтеріліп кеткен қаладым. Чтоб ода бәрі болған, бәрі орындалған қаладым. Каждый раз свиданияның өзіне кездесуге мен мындай неше түрлі шоуға сол Таужан көтерілу үшін, мен образым күшті болу үшін, соған вид беру үшін мен неше түрлі киініп, сатып алып, сөйтіп жүретін едім. Потом Таужаннан сөзін алған болатынмын, типа таныстық бірге тоқтайды деген. Потом мен аяқ астынан болып кетті, маған да айтса редакция тоқтат деген. Мен жоқ, Таужан тоқтатпаймын дедім. Осы рекламада тоқтатасың деді, мен тоқтатпаймын дедім. Таужан қарсы шығасың деді, қарсы шықпадым. Олар айтқан істеген жоқпын мен. В общем, заодно болдым Таужанмен. И білесіздер ғой, Таужан қалай елдің күнше. Да, ничего не готовили, зал дейді. Таужан қалай жақтайтынын білесіздер ғой, бүкіл душамды беріп. Потом раз сижу, и бүкіл әлем маған қарсы шыққанда болып, Таужан таныстықта татқан кезде менің көз алдым қап-қараңғы, ештеңе көрінбейді. Менде бірақ қана ой болды, сенбеймін болады, блин, Таужан бұлай істемейтін еді, вроде он же мне обещал. Ойым бәрінде оны кетіп бара жатқаны, бір оған дейін сезім болды, конечно, но ол емес, он же мне обещал, миым бәрінде мүмкін емес, Таужан не үшін бүйтіп істеп жатыр деген сияқты. Сонымен потом миым көзім қап-қара болып кетеді да, соны ойланып отырамын ғой, ё-моё, не үшін Таужан бүйтті, не үшін бүйтті. Мен 100% біліп отырмын, что редакцияның тірлігі екен. И не үшін хотя бы Таужан маған хотя бы намек тастап айтпайды. Мен 3 сұрағына жауап бермейтін едім. Мысалы, неге хотя бы жер марш осындай ертең танысып отырайық, ешкім оны оқымайды ғой, оның телефонын ақтармайды. И маған сол кезде бүкіл әлемге, енді бүкіл қатысушыларға қарсы шығып, Таужанға қолдағаннан кейін, Таужан етіп солармен бірге маған қарсы шыққаннан кейін, конечно, арқамнан пышақты сұғып сатқындық көрсеткендей болды. Сол. Потом бұл жаймен болған ситуацияны тоже редакция айтқызған. Мен мысалы Гербалаевтың продукциясын білесіздер, қандай қымбат тұратынын. Тоже бұл жай маған көп дүние бергеннен кейін, мен де оған как бы благодарность ретінде қайталайын дедім. Мен бір жағынан бағасын айттым. Ақшасын берсе бере, бермесе қояр, бар болса берер, жоқ болса қоя берші деп. Мен ол да маған заттар әперіп жатыр ғой деп ойлап, продукцияны алып қойған. Потом мен айтамын, витаминден бағасы 220 мың теңге деп. Сонымен ол ештеңе жазбайды, просто болды, соны забыли. И таныстық кішкене кейін тоқтайды ғой. Сонымен мен өзі Шымкентте едім, сонымен таныстық тоқтаттық деп айттым, эфирге бармаймын дедім. Сонымен эфирге шығарды, сонымен Маржан менен ақша сұрады деп айтқызады ғой редакция. Сонымен мен екі жексұрын болдым ба. Сонымен менің осы жаққа келгенде алғашқы 20 жасар жігіт бар ғой, үміткер. Сонымен таныстықты кеп маған айтады, жалғастырасың дейді. Маған жалғастырасың дейді. Сөйтіп ана баладан сұрайым, жалғастырамыз ба? Иә, жалғастырамыз дейді. И мен жалғастырамын деген ана бала жоқ деп тоқтап кетеді. И 3-ші позор. Өткенде пранк, 4-ші позор. Сол. Ол кезде басқа редакция, как бы ол жерде басқа вариант болмайды ғой, істеуден басқа. Қазір басқа редакция, ол кезде басқа редакцияда. Мен қарап отырсам бүкіл позор қосаяқтан көп өмірде көрмеппін. Жамандаған емес, факт. Кім не десін, о десін, бірақ мен отказ жасаса болмайды. Мен кәдімгідей қарғадым бар емес, бәше қарғадым. Бұрын жаңа бұл жайды мен жүксін қылып отырған кезде қарғадым, кәдімгідей қарғадым. Қазір өткенде маған пранк істеген екен, прям мен жылап отырып қарғадым бар емес, бәше. Сол нәрсеге себепкер болған адамдар аяғынан жүре алмай қалсыншы деп қарғадым. Құдай бар болса, сол аяғынан жүре алмай қалсыншы деп. Өзім туралы айттым, басқа тойлар туралы айта алмаймын.